Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Жаңа әңгіме. Бұл ауылдың аумағы кең, талай жерді алып жатыр. Ауылдың дәл ортасынан теміржол кесіп өтеді. Одан әріректе арасы 1,5 шақырымға жетер-жетпесте автожол тағы бар. Сондықтан болар қоныстанушылардың үйлері шаршаңқы, бірыңғай жүйемен орналасқан. Шет жағында жай кесек үйлер көп. Шатырлы үйлер бұрынғы совхоз кеңсесі жағында орталықта. Үйлеріне қарап, сонда тұрушылардың әлеуметтік жайы бірден аңғарылады. Күре тамыр жол мен автожолдың ортасындағы бұл ауылдың отатын жері облыстың орталығына жақын. Қалаға байланыс жақсы қалыптасқан. Жекеменшік автокөліктері барлар такси қызметін атқарып, кәдімгідей пайдасын табады. Ауылда тұратын адамдардың тіршілік көзі әркімде арқалай. Біреулері қолындағы 1-2 сиыр, 10 шақты қой ешкінің өнімдерімен күн көреді. Ешқайда бармайды да, алмайды да. Енді еттері тірі біреулері кішігірім серіктестік құрып, бұрыннан ескі техникаларын ілдалалап, сырт жақта отақ қаптап кеткен бұрынғы егіндік алқаптары тары, күріш егіп, бақша салып дегендей, әйтеуір қарап отырғаннан жақсы деп бармен базар болады. Мал бағып көргендер бар, бірақ барымташылар малдарын ұрлап әкетіп, талай рет сан соқтырған соң, жұрт көп мал ұстамайтын болды. 1-2 қара малын көздерінен таса етпей, сыртқа жайса қасында қарауылдап, әйтпесе үйде жем беріп ұстайтын болды. Ауылда жеңіл машиналары бар келесі біреулері қаладан қатынап жұмыс істейді. 2 күн қалада, 1 күн ауылда дегендей, тұрған жұмыстарының ауысымына сәйкес, бірі күзет жұмысын, бірі кеңселердің ауласын сыпыратын ұсақ түйек жұмыстарды қанағат тұтып, бала шағаларын асырайды. Ауылды тастап қалаға көшіп кеткенмен, оның жолы жеңіл емес. Үй-күй жоқ, қайда тұрмақшы. Сондықтан 40 жастан әрі асқандар мен 70 жасқа жеткендер үйдегі немерелеріне қарап, бәрі осында ауылда. Қазіргі жастар бұл ауылға байлап қойсаңда тұрмайды. Өйткені оларды қызықтыратын ештеңе жоқ. Бұрынғы 10 жылдық мектепті 8 жылдық болып қалыптастырғалы бері, бұл жерде оқушылар да аз, кейбір пәндерге мұғалімдер де жетіспейді. Дәл биыл 8 жылдық сыныпты бітірген әрбір үйдің 14-15 жасар ұл қызы тұсалып қалды. Бәрінің оқысы келеді-ау. Бірақ 10 жылдық мектеп жабылып қалған. Енді қайда барады? Көрші ауылдағы 10 жылдық мектеппен арасы 20 шақырым. Оған қалай қатынап оқиды? Айналайын, кеңес үкіметі тұсында мұның бәрі де ойластырылып еді. Қазіргі білім министрліктері ауылдың жағдайымен санасама десейші. Бұрынғыдай интернет не қалада, не ауылданда болса бір сәрі. Ағайын туыстың үйі қанша жақын болғанмен, қазір мына заманда біреудің баласын бағатын жағдай бар ма? Ал енді балаларды әрмен қарай оқытып көр. Алысқа барып оқи алмайтындардың қатарында Ботагөзде болды. 8-ші сыныпты өте жақсы бітірді. Былтыр күзде әкесі Абзал 45 жасқа жетпей қайтыс болған. Әрі жылдық асы да берілген жоқ. 5-ші сынып оқитын бір інісі, 3-ші сынып оқитын бір сіңлісі үшеуі әжесінің қасында ауылда. Ал анасы қаладағы базардың бірінде ет сататын лепканың шұжық жасаушысы. Күнде келе алмайды. Өйткені жұмыс ауыр. Ет сатушылардан тапсырма түссе, түнімен шұжық жасап, таңертең дайын ету керек. Сол кезде өзіндей сырттан қатынап жұмыс істейтін қыз-келіншектермен арзан бағаға түнеп шығуға жалдаған үйге қонып шығады. Қиын болса да, ауылда жұмыс болмаған соң, балаларын жеткізу үшін осыған мәжбүр. Ал әжесі Қырмызы қолдағы бір сиырдың, 2-3 қойдың жем суын беріп, үйдегі мектеп жасындағы немерелеріне қарайды. Ботагөздің әжесі Қырмызы кезінде ауылдың медпунктінде медбике, атасы Ыдырыс совхоздың білдей мал дәрігері болған. Сондай қызметтері болғаннан шығар, жұрттан кем болмай, ауылдың дәл орталығында бұрынғы кеңсеге жақын жерде кірпішпен қаланған еңселі 5 бөлмелі үйде тұрады. Ыдырыс атасы Ботагөзді кішкене кезінде домбыра тартуға үйреткен. Мектепте арнайы үйірмеге қатыспаса да, Ботагөз қазір әжептеуір домбыра тартып, оған қосылып ән де айтатын.
Мұғалімдер үнемі Ботагөзге домбырамен ән салғызып, сенен мықты әнші шығады дейтін. Ботагөз әкесі Абзал қайтыс болған соң-ақ үйдегі жағдайдың аңдысын біліп, 11 сыныпты бітіріп, Алматыға барып, арнайы оқуға түсудің тек арман ғана болып қалғанын іштей ойына түйген. Анасы Гүлімай осы балалар үшін қала мен ауыл арасында дедектеп жүргенін көріп отыр. Әлі орта мектепті де толық бітірмей жатып, оқуға барам деп қалай айтсын. Әжесіне сиыр сауысып, айранын үйітіп, сүтін пісіріп дегендей, үй тіршілігіне бүтіндей араласты. Ботагөзді оқытудың аса қажеттігін анасы да біледі. Бірақ дәл биыл күйеуінің жылдығасын беріп, міндетінен құтылмайынша, басқа қаражаттың көзін таба алмай жүр. Сондықтан 8-ші сыныпты бітірген қызының оқу күзге дейін әлі 3 ай уақыт бар ғой, көз алдында әжесіне көмектесе тұрар деп шешкен. Апа, Ботагөзді бүгін қалаға өзімен бірге ала кетейін. Сол жақтан үстіне киім алып берейін. Үйге қант шайда керек қой. Ол артта беріп жіберем. Көлік деген екі ортаға қатынап жатыр. Кешке дейін жетеді ғой. Деп келіні Гүлімай үйге келгенде, Ботагөзді таңертең өзімен ерте тұрғызып алып кеткен. Үйде 2 баламен қалған қырмызы әже түстен кейін Ботагөзді 5 болғанша күтті. Ботагөз әлі келмеді. Ой пырмай, кеш болып барады, неғып мұнша кешікті екен, деп уайымдай бастады. Кешкі сауында болды. Қорадағы сиырды сауып, оның сүтін пісіріп, балаларға кешкі дастархан қамын жасайын дегенше, күн көзі шапқанып, қызарып батуға жақындап бастады. Әже, Ботагөз кешікті ғой, деп кішкентай немересі Асқарда сұрады. Ол апамның қасында қонып қалған шығар, деді тақылдап кішкентай қыз Әсия. Үйдегілер бала болғанмен де өздерінің сұрақтарымен әжесін одан әрі қобалжытты. Телефонмен хабарласа қалатын бұларда әлі ауылдағы басқалардай мобильді телефон жоқ. Ауыл болса да бәрі қазір соны ұстап жүр. Бұл да ақша ғой, оны қайдан алсын бұлар? Қырмызы ішінен жаратқан Аллаға сыйынып, Алла, жар бола көр, кішкентай қызыма. Былтыр әкесін алдың, биыл енді бәле жаладан сақтай қойыр. Көзім көрген немерелерімді, деп жалбарына бастады. Қайта-қайта сыртқа қора маңына шығып, жан-жаққа көз салады. Ауылда бұрын қаладағыдай күндіз түні жағылатын электр шамы үнемделіп жағылады. Кеш болса, әркім өзінің жарығымен өзі. Қап, қайтарында танымайтын бір машинаға отырам деп, қыз бала ғой, бір нәрсеге ұшырамаса екен. Ой пырмай, Гүлімайға осы ауылдағы танитын біреуге тапсырып жібер демеген екенмін. Соры қайнаған басым-ай, деп қырмызы мүлде дірілдей бастады. Кешкі дастарханның шайы да ішілмеді, тамағы да желінбеді. Үлкен ұлы Асқар әжесінің қасына қайта-қайта келгіштеп, уайымын бөліскен ниетте жүрді. Ал күн ұзаққа далада жүгіріп ойнаған Әсия дастархан шетінде қылжырап ұйықтап қалды. Әй Асқар, деді бір кезде қырмызы әже даусын қатайта. Сен ұлсың ғой, ұлдар арасында әңгімемді білесің, немесе көресің. Бәрінде машина десе, мынау пәлендікі, мынау түгендікі деп айтып отырасыңдар ғой түге. Осы ауылда қалаға кімнің машинасы қатынайды? Айтып берші маған. Ана жүрсіннің, Қойшығұлдың баласы ше, сосын біздің сыныпта оқитын Байжігіттің ағасы Баймұратты көргем қаладан, тасып жүрген бір рет. Әже, ана кім бар ғой тағы? Аты кім еді? Осы ауылдағы бензин сататын станцияның бастығы, Төлептің баласы Мәлік. Оның машинасы иномарка, бірақ ол тасымайды. Ол қандай машина тағы? Жип деген сол ма? Жип емес ау, дәу, үлкен, терезесі қара әйнек, қара машина ғой. Асқар, жаным, сен есікті іліп үйде отыр. Фонарың қайда маған бер. Мен солардың үйін жағалап қарап, Ботагөзді кездестірдің бе деп сұрап келейін. Ботагөз қалаға қонбайды, үйге келу керек еді. Келмеді, жаным төзбей тұр. Әже, мен де барайын сізбен. Жалғыз өзіңіз түн ішінде. Отыр үйде, Әсемнің қасында. Оянса шошып кетеді, үйде ешкім жоқ. Есікті кілттеп отыр, ешкімге ашпа, білдің бе? Әже, сонда сіз ана жақтағы бензин сататын станцияға барасыз ба? Мүлде алыс қой. Оны көремін. Қырмызы үйінен былай шыға бере ойланды.
Қаладан менің қызымды көрдіңдер ме, осы жаққа келе жатқанда, деп қалай сұрайым? Ботагөз анасының қат шаруасы шығып, қонып қалса, ертең сұраған жұрт қызың табылды ма деп текке біреу алып қашып кеткендей, маған еш нәрсе емес, Ботагөздің атына ұят келмей ме? Қой, бекер шығыппын, сабыр етейін, Алладан тек аман болуын тілейін, үйде отырайын, деп қайыра үйге келді. Түн өтпей қойды. Асқар да ұйқыға кетті. Қырмызы тағы бір рет далаға шығып келейін деп қора жаққа беттеді. Сөйтсе, көйлегі көлбеңдеп Ботагөз келе жатыр. Әжесі: «Қолын шағым-ау, қайда жүрсің? Түн жарым болды. Сені күтіп уайымдап, дала мен үйдің ортасында жүрмін», дей беріп еді Қырмызы. Ботагөз әжесін қапсыра құшақтап, жылап жіберсін. «Не болды, қызым? Жүр үйге, не болды?» деп сұрай берді ентігіп Қырмызы әже. «Амансың ба, әйтеуір жаным, күнім менің, жұлдызым?» «Әже», деді Ботагөз өксіп, «айта алмаймын. Мені айта алмаймын», деп бір уақытта өксіп, «Әже, өлгім келеді. Мен бәрібір өмір сүрмеймін. Өлемін», дей берді. Қырмызы немересінің мына сөзінен әлденені секемденіп қалды. Бәрінен де Ботагөздің өлемін деген сөзі қорқытты. «Қазір, қызым, үйге кірейік. Шамалы өксігіңді бас, өзіңе кел, шай іш. Маған еш нәрсе айтпай-ақ қой. Бірақ өлем деген сөзіңді ойыңнан шығар. Мүлде санадан өшір ол ойды. Білдің бе?» деді Ботагөздің шашынан сипап, бауырына қысып. Енді ғана 15 жасқа шығатын қызғалдақ қыз Ботагөз ертесіне, одан кейінде нәр тартпай төсектен басын көтер алмады. Жастығын көлдей суы қылып жылай берді. Қырмызы бір жаман істің болғанын сезсе де тіс жарып, Ботагөзге еш нәрсе демеді. Жанын жараламады. Қаладан келетін өз келінін күтті. Ботагөз мүмкін бәрін шешесіне өз аузымен айтар, содан білермін, не болған деп ойлады. 2 күннен соң қызының басындағы оқиғадан бейхабар Гүлімай келді қаладан. 12-де бір гүлі ашылмаған жасөспірім қызының басындағы болған жайт анасы Гүлімайды мүлде есеңгіретіп жіберді. Қызымен сөйлескеннен кейін қайта-қайта жүрегі қысылып талып қалды. Қырмызы болса, немересі Ботагөзбен келіні арасында алма-кезек жүгіріп, өзі білетін дәрі-дәрмектерді беріп, беттерін бері қаратқандай болды. Қызымен сөйлесіп, өзіне өзі келгеннен кейін Ботагөздің басынан өткен жайды енесі Қырмызыға өз аузымен былай жеткізді. «Апау, мен сорлымын ғой, мен сорлымын. Бәріне мен кінәлімін. Қайдан білейін, Төлептің баласының ішінде арамдағын. Ауылдың баласы ғой деп, автовокзалда тұр екен машинасымен. Ботагөзді ала кетші деп машинасына отырғызған едім. Сорлы басым-ай, бұған мен кінәлімін. Ол оңбаған қаладан шықпай жатып, тағы бір жерге соққан. Қасына жолдасы боп жүрген ауыл әкімінің ұлы Қосанды отырғызған. Ботагөз түсемін машинадан дегенде түсірмепті. Ұятсыз, бетсіз, сөзін қарасайш, шешең маған сені өзі әкеп берді депті. Екеуі сыра ма, арақ па бір нәрсе ішіпті. Содан соң қызып алып, қаладан бері шыққан соң Ботагөзге тиіскен. Апау, қайтсем екен өзімді?» Гүлімай, «Бұға мен өзім болдым кінәлі», деп жерді ұрғылап жылады. Енді ана Ботагөз не дейсеңші? «Апа, мен шошимын өз сөзінен. Өлемін, не өлтірем оларды» деп отыр. Қырмызы әжем оны естігенде шошып кетті. «Мен де айтам Ботагөзге, сен де айт. Өлем деген сөзді қойсын. Ботагөз оқуын оқиды. Абзалдың жылдың береміз. Мына үйді қолда не бар, соның бәрін сатам. Содан соң бұл ауылдан көшеміз. Ал мен ана екеуін аяғым жер басып жүрсе, тыныш қалдырмаймын. Алланың атымен ант етем. Соларда бар ғой, мына өз қолмен өлтірем. Адам өлтірді деп соттаса, мен сотталайын. Жасым 60-тан асты, маған бәрібір. Жалғыз ұлдан қалған немерелерімді қор қылып жылатып, еңіретпеймін», деді Қырмызы келініне. «Апа, ойланып отырмын. Оларды арыз жазып сотқа берсек қайтеді? Әлде прокурорға ма? Қай жағы тиімдеді өзі? Кәмелетке толмаған қызға зәбір көрсеткендер кемі 12 жылға түрмеге кетеді дегенді ана жылы естігенмін. Кетсін түрмеге екеуі бірдей», деді Гүлмай мұрны қорсылдаған күйі.
Білесің бе, түрме оларға жеңіл. Зорлық түгілі. Адам өлтіргендер 4-5 жылда түк болмағандай түрмеден шығып жатыр. Қыздың абыройын елге дабыра қылып, соттаттық дейік. Ертең азғандай жылда мына Асқарың 10-шы сыныпты бітіреді, олар да шығады түрмеден. Сосын Асқар бар, Әсия бар, ақыларын содан алады. Әкелерінің ақшасы мол, оларды барып сатып, ерте шығарып алады. Мен болсам, ол кезде өлікте қалармын. Ботагөздің атына кір келтіріп, ауыл қаланы шулдатпайық. Бұл жол болмайды. Менің ойлағаным бар, соны істеймін, деп Қырмызы орнынан тұрды. Ботагөздің орнынан тұрмай көлдей болып, төгілген жасын жанын қоярға жер таппай жүрген Қырмызының екі шекесі шыңылдап, басы айналдып, тәлтіректеп қайыра отырды. Қырмызының медбикелік қызметін жақсы білетіндер, оны үлкейіп қалды демей, кейде қатты ауырып жатқан жағдайда үйіне шақыртып, ине салдыратын, система қойдыратын. Бағана сиыр сауға шыққанда, Төлептің үймен қатарлас көрші тұратын Шарипаның келіні Жұпаркүл келіп, енесі қатты ауырып жатқанын айтып, соған дәрігерлер жазып берген дәрімен система қойып беруді өтінген. Қырмызы бұған бірден келісті. Шарипа бұрын ауылдық кеңестің төрағасы болған, күйеуі совет совхозда жұмысшылар комитетін басқарған, жас кезінде бәрі аралас құралас болған актив отбасылар еді. Система салып отырып, Шарипаның келінен Төлептің баласы Мәліктің жүріс-тұрысы туралы анықтап алмақ болды. Өйткені олар көршілер ғой. Қырмызы Шарипаны көптен бері көрмеп еді. Үлкен залда кереуетте жатыр екен. Жүдеп, екі жағы қуарып кетіпті. Шарипа Қырмызыны көріп қуанып кетті. Ой, Қырмызай, дәл сенде етіп, қазір ине салатын адам бар ма десейші. Алдыңғы күні медпунктің бір медсестра қызы келіп, мына тамырымды таба алмай, біресе мына білекті, біресе мына білекті шұқылап, көрдің бе міне, көгеріп кетті. Келінге айттым, Қырмызыны шақырыңдар деп. Келгенің дұрыс болды. Астанада қызым бар ғой баяғы, Гүлмира ше. Абзал бары қатар оқыды ғой. Сол қызым звондап, алып кетейін Астанаға мама, емдетейін деді ғой. Жарықтық. Жер қашық. Биыл 80-нен асып барам. Ол жақта жүріп өліп қалсам, сүйегімді салдырлатып, мұнда тасып жүресіңдер ме деп бармайым деп хабар айттым. Қойыңыз, Шарипа Егінбаевна, өлем деп айтпаңыз. Әлі немерелерден шөберлердің қызығын көресіз, деп баяғы сальсоветтің төрағасы кезіндегідей аты мен әкесінің атын тізбелей айтты. Шарипаның құлағы көптен мұндай сөзді естімеген, зейнет жасқа шыққалы өзін қызмет кезінен білетіндерден болмаса, бүйтіп ешкім айтпайды. Шарипаның да әжей, апай, шешей, құдағай, тағы басқа ауызекі осындай қаратпа сөздерге де еті үйреніп, баяғы ел басқарған қызметін қашанға алға тарта берсін. Ауылдағы көппен бірге өзін жай кемпір санап қалған. Қырмызының мына қаратпа сөзі жанын жадыратып жіберді. Бірден жүзіне нұр пайда бола кетті. Білімдінің аты білімді, кімнен қалай сөйлесу керектігін біледі. Рахмет Қырмызы, деді риза болып. Сөйтті де келініне. Әй, Жұпаргүл, Қырмызыға дастарханды осы жерге жай. Системам біткенше шай ішсін, менің қасымда, деді. Келінің қайда қазір? Немерелерің оқуын оқып жүрме? Абзал айналайын, жас кетті ғой өмірден. Жігіттің сұлтаны, азамат еді, деп Шарипа Қырмызының да отбасына көңіл бөліп қойды. Мына көршілеріңізбен қалайсыздар? Осы Төлептің баласыне не жұмыс дейді өзі? Әрі бері көремін, машинасын мініп алып, осы ауылда айналатта жүреді, деп сұрақ қойды Қырмызы. Сөз арасында ештеңе білмегендей, шай қаммен жүрген Шарипаның келіні Жұпаргүлге. Апай, оны атамаңыз. Жұмыс істемейді-ау. Оқуын тастап кеткен білем. Өзі анаша шегеме кейде бір нәрсе. Әкесі күнде, сен адам болмайсың, деп айқайлап ұрсатта жатады. Шешесі баласын жақтап ара түседі. Осы күні бала оқушы еді. Не әскерге бармаса, не маңдай терлеп жұмыс істемесе, деп сөзге Шарипа да араласты. Әкесінде кінә жоқ-ау, жақында естіп қалдым. Табы әкеңнің аузын-ай, бір күні өзім-ақ сені мылтықпен атып тастаймын, деп ұрсып жатыр баласына. Сөздеріне қарағанда, әкесінен ұрлап
бензин сатып жіберген бе? Бір бәлесі болған. Еңбексіз табатын ақшаға жақындау ма деп қалдым. Білмейм ғой, өзімнің пайымым. Мәліктің қасынан ана ауыл әкімі Азамат Құйсановтың ұлы Қосан қалмайды. Қосан қалмайды. Ол да бір жұқсыз. Екеуі бір күні бір нәрсеге ұшырайды. Қайда барса да екеуі жүрген қосақтасып. Төле биде жоқ болса, екеуі кейде осы үйде сәкіде далада жатады. Қарқ-қарқ күліп, даңғаза музыкаларын қойып, бізге де ұйқы бермейді. Бір күні айттым, біздің үйде қарт адам бар, жас бала бар. Музыкаларының даусын азайтыңдар, немесе түн ортасы болды, мүлде өшіріңдер, деп. Қоймады. Ақыры Темірбек, күйеуі Шарипаның ұлы, барып, әкең келген соң айтам бәрін, деп қойғызып келді. Сонда ана Төлептің әйелі баласына, қой, ұят болады деп бір айтпады ғой. Сабазай десеш, кесапат қатын өзінше, кердеңдеп ешкімді көзіне ілмей жүреді. Қырмызы бұл айтылғандардың бәрін ойына тоқып отырды. Қырмызы Шарипаға 5 күн система қою керек. Бүгін бір күн өтті. Қалған 4 күнде Мәлік пен Қосаннан өш алуым керек деп ойланып, ой түйіп қойды. 3-ші күні Қырмызы Шарипа Егінбайымна, ертең кештетіп, кешкі 8-дерде келсем бола ма сізге? Бір шаруалар шығып қалып, күндіз босамайтын болып тұрмын, деді сыпайы өтініш жасап Шарипаға. Жарайды, сөйтсең сөйте ғой. Сен система салғалы бері тіпті жақсарып қалдым. Сенің қолың жеңілдігі шығар бұл, деп Шарипа да келісе кетті. Көз көрген деген міне, осы, тура менің сельсоветтің төрағасы кезімдегідей, менің алдымда сызылып тұрады, мәдениетті, өте жақсы әйел, деді келініне Қырмызы шығып кеткен соң. Қырмызы ертеңіне кештетіп келе жатып, Төлептің есік алдына аулада 2 күн көрінбеген қара машинаны көрді. Демек, Төлептің баласы Мәлік үйінде болғаны. Мен система салып шыққанымша болса жарар еді, тағы бір жерге зытып кетпей, деп ойлап Қырмызы Шарипаның үйінің есігін ашты. Қырмызы Шарипаның бүгін төсекте емес, түре келіп жүргенін көрді, қуанып қалды. Оқо, Шарипа Егінбайымна, мені қуанттыңыз. Осылай түре келіп, далаға таза ауаға шығып жүріңіз. Адам аурумын деп өзіне есептесе, ауру баса береді, иығын, деп Қырмызы Шарипаға жігер беріп қойды. Астанадан қызым Айнұр келді. Ұшаққа билет алыпты. Бағана звондап соны айтты. Мен сенің система қойып жатқаныңды, тәуір болып қалғанымды айтып қызымды қуанттым, деді Шарипа кереуетіне система салуға ыңғайланып. Бүгін кештетіп келдің ғой, отырайық, асықпа. Жұпаркүл ас дайындап жатыр. Бір жола тамақ ішіп кет, деді сосын тағы да. Жоқ, Шарипа Егінбайымна, Алла риза болсын. Үйден асу іштім, немерелерді тамақтандырдым. Тағы бірде болса, бүгін дастарханға қарап отыра алмайым, кешіріңіз, деп Қырмызы система жабдығына кірісе бастады. Ойы мүлде басқа жақта болды. Қырмызы Шарипаның үйінен шыға сала Төлептің ауласына кірді. Жазғы мезгілде жұрттың бәрі далада, сәк үстінде болады. Бұл үйде сәкіде ешкімнің төбесі көрінбеді. Тіпті аулада ойнап жүрген балада жоқ. Ит ұстамайтын болу керек, оның төбесі көрінбеді. Ауылдағы барлық әйел біткендер мұндай кеш батып бара жатқан уақытта түрік сериалдарын көріп, еш шаруалармен ісі болмайды. Барлық шаруаларын тындырғандары тындырып, тындырмағандар бәрін кейінге қалдырып, үйден шықпай, көздері телеарнада болады. Бұл үйдің әйелі де мүмкін сөйткен шығар. Сыртта қыбырлаған жан баласы байқалмайды. Қырмызы кең ауланың арғы бетіндегі шынысына дейін қап-қара машинаға бұрылды. О, тоба десейші. Іздегені алдынан шыға келген көрмейсің бе? Машинаның рөлі жақ есігінен айқара ашылып тастап, Төлептің ұлы Мәлік машина ішінде 2 аяғын кере талтайып, қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Қырмызы машинаның арғы бет жағынан есікті ашты да, тез біреу көріп қоймасын дегендей ішіне отыра қалып жапты. Сөмкесінде не жоқ дейсің? Әдейі салып жүрген кішкентай пышақ, кішкентай темір балға, үлкен шпристің бірнешеуі, бәрі-бәр. Қолына 10 миллиграмм шприст алды. Қырмызы артқы жақтан Мәліктің дәл желке тұсынан шүйдесіне жұдырығымен бір ұрды. Денесіне бұл соққы аса қатты тимесе де Мәлік не екенін түсінбей көзін ашты. Желке тұсында орындықта Шарипа отыр.
Аузын аша алмай аңтарылып тұрып қалды. Ботагөздің әжесі: жап есігіңді, машинаны оталдыр. Айқайлап дауыс шығармайсың. Мынаны көрдің бе? Тура мойныңа салам. Өлесің де қаласың, деді қолындағы жуан шприцті көрсетіп қырмызы тура артынан. Машина оталды. Тез ауладан шық. Машина тез ауладан шықты. Соткаңды ал, ана қосанға звонда, шықсын, саған келсін. Кездесетін жолдайды. Тез шықпаса сен өлесің. Мәлік не бұлай үн шығара алмады. Бұл әйел не істемек? Ойы осы ғана. Бодан 4-5 күн бұрын Гүлімай өзіне ауылға ала бар деп сеніп тапсырған бейкүнә жасөспірім қыз Ботагөзге жасаған зорлық ісі есіне келген жоқ. Екінің бірінде қыздарға мұндай әрекеттер жасау артынан ешкімнің дабыра жасамауы қалыпты жағдай болып кеткендіктен болар. Тіпті Ботагөздің әжесінің мұнысы нес деген таңданыс байқалдады. Бар әрекетінен сезілгені желке тұсындағы шприцтен қатты қорқып келе жатқаны. «Өй, Қосан, сен қазір біздің үйге қарай шық, мен келе жатырмын», деді даусы қарлығып, сағы шайнаған аузын қисайта ырбитып. Ешкімнен күдік жоқ, өте қамсыз. Телефонның ар жағында Қосанда ұйқылы ояу болса керек. Әлі ерте ғой, біз бұл уақытта шығамыз деп келіспеген едік қой, деген дауыс естілді. Айттым ба, тез шық деп, тез шық. Әлімжанның үйінің есігі алдына шыға бер, тез, деді. Енді андағы соткаңды маған бер, деді қырмызы желкесінен нығырлап. Мәлік жартылай бұрылып, қырмызыға соткасын берді. Көзі қырмызы ұстап отырған инесі ұзын үлкен шприцке тағы түсті. Қара машинаның еш нәрсеге көрінбейтін қара терезесі бұл жолы қырмызыға қызмет етті. Айтқан жерге машина тоқтады. Шашы даудырап, қысқа шортик кие салған Қосан басын ешқайда бұрмастан алдыңғы есікті ашып, Мәлікпен қатарласа отырып жатып: «Не бол сонша асығып? Біз ол жерге ерте баратын болдық па?» деді бірден Мәлікке. Жауапты арт жақтан отырған қырмызы берді. «Баратын жерлеріне ерте барасыңдар». Қосан арт жаққа жалт қарады, қырмызыны көрді. Бұл Ботагөздің әжесі ғой, мұнда неғып отыр? Ол Мәлікте емес екен, бірден өзісі есіне түсті. Енді жауап берер кез келгенін байқап қалды. Дереу машинаның тұтқасын қол созып, жерге түсіп қалғысы келген сыңай көрсетті. «Отыр, қозғалма, қолыңдағы соткаңды маған бер», деді қырмызы қатты дауыс көтеріп, кішіне. «Иттің балалары, екеуіңді де шприцпен желкілеріңнен түйреп өлтірем». Қосан артына екі көзі алара қараған күйі соткасын амалсыздан бергендей болды. Енді тура темір жол проезіне қарай тарт. Мәлік машина айнасынан қырмызының қолында бір емес, үлкен екі шприцтің тұрғанын көрді. Бұл кезде ауыл әлі өз тіршілігінде болатын. Жеке малдарының қарнын әбден тойғызып, кештетіп келе жатқан малшылар, шабындықта шөп орған шөпшілер, азды көпті егін еккендер, техникалармен осы ауылдың ортасындағы теміржол бекет арқылы арлы-берлі өтіп жатқан кез. Автожолдың теміржол кесіп өтетін бекетіне дейін едәуір жер. Қара жеңіл машина асфальтты жоқ жерге шыққанда шоқалақтап қалды. Алда отырған екеуі үнсіз бір-біріне қарамайды. «Мына Ботагөздің әжесі бізді қайда апарады? Аудандағы полицияға ма екен?» деп ойлады Қосан ішінен. «Блин, басым шатылды бәлеге. Бізді бір жерге өлтіруге апара жатыр-ау, әлде өлтіріп көмуге алып бара жатыр ма? Мына проезден өтсек, ар жағында мола тұр ғой, соған әкеле жатыр бізді», деді Мәлік ішінен. Әр қайсысы өз бастарын ойлап отырды. Теміржолдан кесіп өтетін жер жақын қалды. Алыста оң жақ тұстан жүйткіп келе жатқан бір жүк пойызының төбесі көрінді. Қырмызының ойлаған жоспары өз-өзінен ретімен жүзеге асып келе жатқандай. «Иттің ғана балалары», деді бір кезде күйініп. «Менің Ботагөзімді сендер неге ғана жылаттыңдар? Артында әкесі жоқ, іздеушісі жоқ, қорғаушысы жоқ дедіңдер ме? Әкелеріңнің байлықтары сендерді өлімнен құтқарама қазір? Сендердің қылықтарынан бір ғана Ботагөз емес, талай қыздың көз жасына қалғандарыңды байқадым ғой мен. Бұл қыздар қайда барып айтады? Өздерінің ұяттарын өздері шашпайды, ешкімге ауыз аша алмайды. Аш-жазда аузын жабамыз дедіңдер ме сендер? Тағылар, сазайларыңды тартасыңдар. Қазір екеуіңді өлтіремін.
деді де қырмызы қолындағы бір шпристің ұзын қылдай енесін қосанның оң жақ тамақ тұсынан кірш еткізді. Мұны көрген рөлдегі Мәлік бірден тежегішті басты. Шамасы машинаны тоқтатып қашқысы келді. Сол кезде екінші шпристің енесін қырмызы асығыс Мәліктің тура шекесіне сұқты. Есіктің тұтқасын ұстаған күйі Мәлік еңкейе берді. Әп-сәтте алдындағы орындықтағы екі басты да екі жаққа қисайып, олардан шапшылған қан машина әйнегінен қып-қызыл түске бояп жіберді. Қырмызы немересі үшін көкпен өш алса да, өз қолымен өлім жасағанына жүрегі қатты қалқынды. Енді тайынатын еш нәрсе жоқ. Тез машинадан түсті. Бар күшімен темір жол рельсінің ортасына қарай машинаны артынан итере бастады. Пойыз болса қайта-қайта гөк етіп, қатты келе жатырмын, байқаңдар дегендей бекетте екпіндеп тақап келді. Рельске көлденең қарата машинаны итере алғанша итеріп, қырмызы енді кейін шегіне берді. Екпіні қатты пойыз рельс бойында кесе көлденең тұрған қара машинаны жан жаққа қарата бөлшектеп, болат жолды дүрсілдеткен күйі өте берді. Алдында тұрған машинаны көріп келе жатқан паровоз машинесі не істейсін? Тек дауыс бергіш күшейткішті бұрынғыдан да қатты қосқаны байқалды. Қырмыздың екі құлағы тарс бітіп қалды. Қаншама вагондар тіркелмеген жүк пойызы тез өтіп бітпеді. Қырмызы теміржол бекетінен төмен шаң басқан қалың құрақ арасына күмп берді. Бұл кезде кеште қараңғыланған еді. Бір уақытта пойыздың өтуін күтіп тұрған болуы керек. Арғы жақ беттен адамдардың дауыстары шықты. Ойбай, мына машина ішінде адамдар болған ғой. Денелері шашылып жатыр. Қырмызы енді анық орнынан тұра алмайтын күйге кешті. Сөйлескендер мүлде қасында тақау. Полицияға айту керек. Кімдер екен бұлар? Қырмызы таңдайы кеуіп, жүрегі одан сайын қысылып кетті. Көз алдында қандары шарпыған, екі жаққа қисайған екі бас қайта келді. Обалдарыңа қалдым, деді бір ойы. Дұрыс жасадың. Олардың адам бейнелеріндегі аң қылықтары қаншама? Ботагөзің жылап, маған тимеңдерші деп ботадай боздағанына қарады ма олар? Дұрыс, оларға өлім дұрыс, деді екінші ойы. Құрақ ішінде қозғалмай осындай ойлармен ұзақ жатты. Адамдардың бағанағы әзіргідей даурыққан дауыстары да басылған сыңайлы болды. Қырмызы ептеп басып, көтеріліп қараған кезде ешкімді байқай алмады. Солай бола тұра қалың құрақ ішінен еңбектеп, тізесіне, білегіне тікендер қадалса да, әрірек ұзады. Еңбектеп келе жатқан қалың құрақта бітті. Енді ашық беткей шықты алдынан. Сәл әрірек темір жолдікі болу керек. Кеспелдек жуан бөренелер, ескі ағаштар қатар-қатар жиналып қойылған жерге келді. Әйтеуір қылмыс болған жерден біртіндеп алыстай ауыл шетіндегі жолға шықты. Бір уақытта сөмкедегі қалта телефоны шырылдап берсін. Алғашқыда Қырмызы шошып кетті. Бұл мобильді телефонды қалай өшіруді де білмеді. Ол шырылдай өзінен өзі өшті. Артынша екінші телефон шырылға басты. Шамасы Мәлікпен Қосанды іздеп жатқан болу керек. Енді бұл телефондардан құтылу керек екен, деп ойлаған Қырмызы қайда тастамақ. Үсті басын қағып, иығындағы сөмкесін қолына мықтырақ ұстап, өзіне әр жерінің иірімі белгілі ауыл ішіне кірді. Ертесіне бүкіл ауылдың адамдары теміржол бекетіндегі болған оқиғаны дүрлігіп, бір-біріне әңгімелеп жатты. Шарипаға 4-ші күні системаға келгенде Қырмызы Төлептің үйі маңайындағы топырлаған адамдарды, жағалы киімдер киген полиция қызметкерлерінің төбелерін көрді. Апай, естідіңіз бе? Мен айтып едім ғой, осы Мәлікпен Қосан бір бәлеге ұшырайды деп. Ақыры бар ғой, апай, екеуі мінген машина пойызасына түсіпті. Быт-шыты шығыпты, деді Шарипаның келіні Жұпаргүл Қырмызы үйге кіргенде. Аман саулық сұрасқаннан кейін. Көрдіңіз ғой, есіктердің алдында адамдар кіріп шығып, дамыл жоқ. Бізде Темірбек екеуміз кіріп шықтық. Көрші атамыз бар ғой, Төлептің әйелі қайта-қайта есінен танып қалып жатыр. Ауылдағы қанат дәрігерді медсестрамен қасына қойып қойды. Апай, деді Жұпаргүл одан ары сыбырлап. Сол жерде болған кісілер бас аяғы бір бөлек, қол аяғы бір бөлек, мыж-мыж болған дейді. Дене мүшелерін әйтеуір бөлшектеп түгел тауып қапқа салыпты.
Енді сол жинаған денелердің қайсысы Мәліктікі, қайсысы Қосандікі айыру үшін және неден өлгенін білуге, біреу өлтірді ме, жоқ өздері мас болып пойыздың келе жатқанын білмей машинамен соғылып өлді ме, сол денелерді қалаға тексеруге әкетіпті. Қырмызы, апыр-ай, дей берді таңданышпен Жұпаркүл айтқан сайын. Төрді кереуетінде жатқан Шарипа араласты әңгімеге. Өлгеннің артынан жаман айтуға болмайды дейді. Мінез құлықтары, жүріс-тұрыстары секімді балалар еді. Оларды мен де білем ғой, ажалдары қиын болған екен, деді үстіндегі шемпірін шешіп, системаға дайындалып. Өң келіспей тұр ғой, Қырмызы, бір жерің ауырып келді ме? Деді Шарипа Қырмызының кескініне көз салып. Шарипа Егінбайымна, көп ойда жүрмін. Ұйқы жоқ, Абзалдың жылын беру керек. Үйімізді сатсақ па деймін. Аудан орталығына ма, қалаға ма көшуде басымдағы ойдың бірі. Үлкен немерем 9 сынып бітіріп отыр ғой, оны оқыту керек. Абзалын тірісі болса, ол бәрін өз мойнына алар еді. Енді сол немерелерді аяғынан тұрғызу менің міндетім болып қалды емес пе? Сондай ойдың жетегінде шаршап та жүрмін, деді Қырмызы. Ол ойың дұрыс. Ауылдағы 10 жылдықты бекер жауып тастады. Енді балалар қайда барып оқиды? Білім министрліктерінің қазіргі жұмыстарына мүлде көңіл толмайды. Үкіметте оларға бақылау жасауды білмейді, деді Шарипа да. Келіні Жұпаркүл қосарласты. Апай, үйді қаншаға сатқыңыз келеді? Сіздердікі орталықта таза кірпіш үй ғой, жақсы бағаны қоя беріңіз. Сіздің үйді алушыларға адам табылады. Мен соның басын әлі ойластырғанда жоқпын. Тек сатқым келеді. Келін қаладан қайтып, қатынап жұмыс істеп жүр. Ол да жаныма батады. Мен онда сіздің үйді сатады деп айтып жүрейін, апай. Уайым етпеңіз, құны жақсы болады. Онда үй жоқ қой қазір. Апа, Төлептің баласы мен Азамат Құсайымовтың баласын біреулер өлтіріп, пойыздың астына тастап жіберген дей ме? Жұрт шуылдап жүр ауылда. Ботагөзге айттым жаңа. Өздеріне де сол керек. Қайта біреулер өлтіріп жақсы болды. Әйтпесе мен өзім өлтірер едім, дейді апа. Ботагөздің басындағы жағдай болған біреу өлтірген шығар. Қайтесің оны айтып, кетсін бәрі өздерімен, деп Қырмызы әжей келінің сөзіне мән бермегендей сыңайда болды. Сөзін әрмен жалғастырды. Үйді сатамыз да, жаңа Жұпаркүлге құлақ қағыс жасадым. Қалаға көшеміз. Ботагөздің оқуын әрмен жалғастырамыз. Біздің енді бұл ауылда шаруамыз жоқ. Абзалдың жылын уақытынан ерте, осы айдың аяғында береміз аушамасы. Әжесінің бұл сөзін үйдің түкпірінде жүріп естіген Асқар айқайлап қуанды. Ол барып Ботагөзге айтты. Қалаға көшеміз, әжем айтты. Мен де сен де қалада оқимыз. Бұл ауылдан көшеміз деген хабар Ботагөзге ұнады. Сәл жымиғандай болды. Түрегеліп әжесіне келді. Әже, осының бәрі мен үшін бе? Айтшы, деді. Әрине сен үшін, Асқар үшін, Әсия үшін, Гүлімай төртеуің үшін, деді Қырмызы көзіне жас алып. Әкең Абзал тірі болса, басқаша болар еді. Менің қолымнан келгенін істеймін сендер үшін. Аптаның аяғында жергілікті полиция тағы да қасына 2 адам бар. Қырмызы Болысбекова осы үйде тұрады ғой, деп іздеп келді. Иә, осында тұрады. Ол менмін, деді Қырмызы. Не болды, жай ма? Жай емес, апай, жүріңіз, машинаға отырыңыз, деді сұрланып бір жігіт, үстіндегі жағалы киімнің белбеуін қысыңқырап. Ал мен не үшін машинаға отыруым керек? Деп қарсы сұрақ қойды Қырмызы. Келін үйде жоқ. Немерелерімді жалғыз тастап кете алмаймын. Сіз медсестра болып істегенсіз ғой, Әлі шприспен ине саласыз ба ауруларға? Қазір үйдегі шпристеріңіз болса көрсетіңіз. Көрсетем, бері келіңіз, деді. Қырмызы осындай сұрақтар болады маған, деп ойлап бәріне де дайын жүрген. Міне, мына менің инелерім, шпристер осы. Немерелері ауырып қалған жағдайда дәрігердің рұқсатымен өзім ине саламын. Осы ауылда 40 жыл медпунктте медсестра болғанмын. 3 еркек түгел бір-біріне қарады. Апай, деді жергілікті полицей жігіт. Сіз әзірге ауылдан басқа жерге кетіп қалмаңыз. Ауылда ауыр өлім жағдай болды. Естіген шығарсыз. Тергеушілер әр қырынан тексеру жүргізуде. Ол жігіттерге менің қатысым қанша? Аларым жоқ, белерім жоқ. Жас емеспін, машинасында қыдырып жүретін. Қырмызы да уысын көрсетті. Апай, біз барлық қырынан тексеріп жүрміз. Оған айып етпеңіз, деді бір жігіт.
басқалардан гөрі сыпайы сөйлесіп. Ауылдың әкімі Азамат Құсайынов пен бензин сататын станция бастығы Төлеп Есенжолов ұлдарымыздың өліміне кінәліні тауып беріңдер, қанша сұрасаңдар сонша ақысын береміз, деп қаладан арнайы орнынан өліктерге сараптама жасатқан, із кесетін, тергейтін тәжірибелі тергеушілер жалдаған. Бұл келгендер солар болады. Алдын болжай білетін қырмызы әже тергеушілер үйден шыға салысымен келіне шұғыл тапсырма берді. Дәл қазір жиналыңдар, ешкімнің көзіне түспей, автожолға шығып машина ұстаңдар да қалаға жетіп қалыңдар. Мына мекенжайда менің Бибігүл деген сыныптасым тұрады. Күн жарықтық қағаздағы көше мен үйді тауып алыңдар. Олар пәтер жалдайды. Менің атынан өтініңдер, пәтеріне алсын. Байланыс болатын сол үй болады. Мен жаққа ауылға келмеңдер. Ботагөзді ертең таңертең тергеушілер шақыртса, Ботагөз оларға барлық шындықты айтып қояды. Ал шындық айтылса, аналардың өлімін Ботагөзден көреді. Әзірге мына ақшаны керектеріңе жаратыңдар, деп қырмызы келіні Гүлімайға қалтасынан бір бума ақша берді. Апа, біз ана сыныптасыңызға не дейміз? Үйді сатқалы жатыр әжем. Біз қаладан үй сатып алатын болдық. Мектепке жақын сатылатын үй болса, соны алдын ала қарауға келдік дей беріңдер. Олар үй көрсетсе, барып қарап, үй таңдағандай болыңдар. Бағасын сұраңдар, деді қырмызы. Мәлік пен Қосанның араласатын жолдастарынан, бірге түнгі клубқа баратын ауылдағы, қаладағы достарынан жауаптар алынды. Басы сұрақ, оларды кім өлтіруі мүмкін? Жауап алғаннан бір досы өзінің мобильдегі телефонынан видеоны көрсетті. Мұны көрген тергеушілер үндемей, дымдарын іштеріне тартып қалды, бір-біріне сыбырлады. Өлгендердің өздері оңып тұрған жоқ. Көрдің бе, мынау криминал ғой нағыз. Мына қызды табу керек. Өлтірген адам табылады, тіпті обал жасаған екен. Ал мұны не үшін түсірген? Ақымақтықтан, бәлкім мақтану үшін, мазақта бар шығар. Бәлкім ана қыздың жігіті болса, соған көрсету үшін. Бұл видеода Мәлік пен Қосанның Ботагөзді қалай зорлағаны түсірілген. Енді сұрақ, Ботагөз кім? Ботагөз әлі кәмелетке толмаған қыз. Ол қайда тұрады? Осында ауылда тұрады. Әке шешесі кім? Әкесі жоқ, шешесі, әжесі, іні сіңлісі бар. Ботагөз қайда? Мүмкін үйінде. Ондай із кесу арқыры тергеушілер келесі күні Ботагөзге келді. Қырмызы бейсенбі күні болған соң, әрі түсіне ұлы Абзал кіргеннен кейін қазанға от жағып бауырсақ пісіргелі жатқан. Ботагөз Болысбекова осында ма? Иә, ол неге керек сіздерге? Сол сіздің қызыңыз ба? Немереңіз бе? Қайда екен? Сөйлесу керек. Олар үйде жоқ, қалаға кетті. Қазір каникул ғой. Апай, қалада қандай үйге қонақтайды? Сендер көп көлемей айтыңдар, Ботагөз неге керек? Ал айтпаймын, сендер айтыңдар қайта маған. Менің қызым неге керек? Апай, ашуланбаңыз. Сіздің қызыңыз ба жоқ па? Жоқ, немереңіз бе? Ботагөз жақында бір қиын жағдайға душар болғанын сіздерге айтты ма? Қырмызы бұл сөзді естігенде дірілдеп кетті, бірақ барынша сездірмеуге тырысты. Мыналар не деп тұр? Ботагөздің жағдайын біреу біліп қойған ба? Қадалған жерден қан алғысы келіп тұр ғой. Қырмызы үндемей біраз тұрып қалды. Тергеушілердің бірі сұрақты қайталады. Ботагөздің басындағы болған қиын жайды сіз білесіз бе? Маған айтыңдар, ол қандай қиын жағдай айтып тұрғандарың? Мен бірінші рет естіп тұрмын. Бір бәлені жапқыларың келіп тұр ма? Деді Қырмызы май күйіп бара жатқан соң, бауырсақ пісірмей жатып, қазанды оттан түсіріп. Сізге біз бір видео көрсетсек, сіз қарай аласыз ба, апай? Қырмызы еш нәрсені түсінбей қалды. Аналар сотканын жарқыратып видеоны көрсете бастағанда, оның ішіндегі Ботагөздің тыржалаңаш денесіне жабысқан зорлықшыны көріп, жан ұшыра айқайлаған немересінің даусын естіп, Қырмызы бірден құлап түсті. Қанша уақыт өтті, Қырмызы білмеді. Көзін ашқанда жағалы пәлекеттер бетіне су сеуіп, көлеңгеріп, омырау түймесін ашып, әлі қасында тұр екен. Енді сендерге не керек? Қызымды зорлауға қатысқан сендерсіңдер ме оңбаған? Не ғып тұрсыңдар бұл жерде? Деп Қырмызы даусын көтере бастаған еді, бірақ Қырмызыға келіп, апай, сіздің қызды зорлағандар Мәлік пен Қосан. Сіз жаңа видеоны толық көрген жоқсыз.
Енді Мәлік пен Қосанды кім өлтірді деген сұрақ туып тұрған жоқ па? Және оларға жасалған сараптамада белгілі болғандай, біреудің шекесіне, біреудің мойнына шприц шаншылған. Мүмкін сіз немесе қызыңыз ботагөз бұл іске барған. Өйткені сіз шприцті қолдана аласыз, ал ботагөз қолдана алмау мүмкін ғой. Сіз жоқта шприцті алып, немесе келініңіз, үшеуіңіздің біреуіңіз жүк пойызының машинисті көлденең машинаны бір әйелдің итерген көрдім деп хабар айтқан тақау маңдағы станция басшылығына. Барлық болжамдар сіздерге тіреледі. Полиция машинасына сіздің отыруыңызға енді бүгін тура келеді. Әйтпесе ботагөзге, келініңізге іздеу саламыз. Оларды табамыз, сұраймыз. Мүмкін сіз оларды ауылдан әдейі қалаға қашырып жіберіп отырған шығарсыз. Қырмызы бұдан әрі шыдамады. Алып баратын жерлеріңе алып бара беріңдер. Ана оңбағандарды өлтірген менмін. Қызым да келім де ешнәрсе білмейді. Жаңа көрдіңдер ана түсіргендерді. Оның өзі қылмыс емес пе? Жасөспірім қызды зорлаған. Оларды неге ақтап өлтіргенді іздейсіңдер? Өздеріңде көрдіңдер ғой. Өлуге тиісті олар. Өлтірдім. Сендердің бауырлас қарындастарың жоқ па? Оларға біреу осылай зәбір берсе, не істер едіңдер, а? Мен бұл ісіме еш өкінбеймін, деді Қырмызы батыл сөйлеп. 62 жастағы Болысбекова Қырмызы сотқа дейінде, соттан кезінде де, өзіне соңғы сөз берілгенде де, істеген ісінің дұрыстығынан бір таңған жоқ. Мен қайта бұл ісіммен көптеген қыздың қорлығынан сақтадым. Олар бұлай жүре берсе, талай қызды зорлық жасар еді, деп қайта қосып қойды. Мәлік пен Қосанның түсіп жіберген видеолары Қырмызының күнәсін қайта жеңілдетуге ықпал етті. Оның үстіне Шарипа Егінбаеваның Астанадағы қызы Айнұр жалдаған білікті адвокат Қырмызы Болысбекованы ісін жақсы ақтап шықты. 2 айдан кейін сот үкім шығарды. Қырмызы Болысбекова 6 жыл бас бостандығынан айырылып, жалпы режимдегі колонияға жіберілді. Алайда Қырмызы колонияға барған соң 2 айдан кейін жүрек ауруынан дүниеден өтті. Ауылда баласы Абзалдың қасына жерленді. Қырмызының ауылдағы үйі жақсы сатылып, келіні Гүлмай қаладан жер үй сатып алды. Ботагөз іні сіңлісімен қаладағы жаңа 11 жылдық мектепте оқуларын жалғастырды. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаған болса арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Күнделікті жаңа әңгіме шығып отырады, құр қалмаңыз.